Жақында бір тойда болдым, айтпақшы жігіттер. Соны айтып берейін, сол жердегі бір байқаған нәрсеммен. Асаба бар, жиналған қауым бар, бір барлығы қыз балаға тілек айтқан кезде, жаңа тұрмысқа шығып жатқан қыз деген барған жерінде бақытты болам деп емес, керісінше барған жерін бақытты қылу керек дегенді бір 10 шақты рет айтқан шығар. Енді бұрында сіздер де естіп жүрген сөз шығар, бірақ мен өз басым осы тойдан кейін, өткендегі тойдан кейін ойланып қалдым. Неге деймін да, біреудің бір кішкентай ғана қаршадай қызы өз үйінен кетіп, басқа үйге бара жатып, келін болып, ол үйді бақытты қылуға бару керек. Ол үйіне бір қазір енді бір сырттан бір қыз келіп бізді бақытты қылады деп алақанын сықылап отырған бір бақытсыз жандар ма деймін де енді. Неге ол қыз баласы, менде туындаған сұрақ, ол үйге бақытты боламын деп бармау керек. Енді бір философствовать ете беруге болатын шығар, енді ол келін келеді, ол немере әкеледі өмірге, сөйтіп бізді бір бақытты қылады деп философствовать ете беруге болар. Бірақ менің ойымша, келін болып барғаннан кейін ол үйге сол әулет, сол шаңырақ, керісінше сырттан келген біреудің қызын бақытты қылу керек. Ал содан кейін ол қызды алып отырған жігітше деймін да, жігіттер. Оның миссиясы не, бір сол тойда түрегеп тұрып бір 4 сағат тілек тыңдаса болды, осымен аяқтала ма не? Керісінше сол ең бірінші жігіт ол қызды бақытты қылу керек, содан кейін сол шаңырақ осы қыздың бақытты болып ортаға сіңісіп кетуіне әбден мүдделі болу керек деп ойлаймын. Қызды бақытты қылу керек, содан кейін ғана барып ол қыздан бірдеңе талап етсек жарасатын шығар деп ойлаймын, меніңше, жігіттер.